Бұл жігіттің аты Брайан, ол Пенсильванияда тұрады. Ол криминология мен адам өлтірушілер туралы оқығанды қатты ұнатады. Және әрине ол оқуға түскенде сол мамандықты таңдайды. Бір күні 2020 жылы университет оқып жүргенде профессор қылмыстың ең мінсіз сценарийін жасауға тапсырма береді. Яғни бұл қылмыстан кейін полиция орындаушы кім екенін таба алмау керек. Мүлдем. Брайан үйге келіп 12 беттен тұратын эссе жасап алып келеді. Ол жерде трейлер паркында әйел адам пышақтан қалай көз жұмғаны туралы жазылған болатын. Онда барлық детальдарға дейін айтылған. Саусақтың іздері, ДНК тест. Жалпы бұл жігіт ол жағынан мықты болып тұр енді. Брайан ойланып отырып, оның қолында адам өлтіруге дайын сценарий бар екенін түсінеді. Сөйтіп ол бұл оқудан кейін магистратураға түскісі келеді. Және Пенсильвания штатынан Вашингтонға келеді. Бұл 2022 жыл. Айтпақшы, Брайан веган болған. Білмейтіндер болса, ол ет жемейтін адамдар. Бізде енді ондай адамдар өте аз шығар. Бірақ кім біледі. Сонымен вегандарға арналған тамақ табу қиын негізі. Сөйтіп ол қаланың сыртынан ресторандар іздеп, әйтеуір біреуін табады. Ол жерде Брайан Мэдисон деген қызды көріп қалады. Ол сол жердегі ресторанда жұмыс істейді және Брайан оқитын университеттің студенті болып шығады. Бірақ Брайан кішкене тормыздау болды ма, Мэдисонмен мүлдем сөйлеспеген. Бірақ ол туралы көп ойлай бастайды. Брайан оның инстаграмына кіріп лайктар басып, сыртынан аңдып геолокациясына дейін біліп алады. Мэдисон студенттерге арналған үйде тұрып жатады. Арада уақыт өтеді, жаз болады. Бір күні түнде Мэдисон ұйықтап жатқанда, бұл сағат таңғы 4-тер шамасы. Бұл уақытта Брайан қара киім мен маска киіп, қолына пышақ алады. Ол өзінің ақ түсті Hyundai'на отырып жатақхана жаққа тартады. Келген соң көлікті үйдің артына қойып кетеді. Сөйтіп ол ғимаратқа кіреді және Мэдисонның бөлмесіне көтеріле бастайды. Бірнеше ай аңдығанына қарағанда, ол мүмкін тура қай жерде жататынын нақты білген болар. Сөйтіп ол бөлмеге кіреді. Мэдисон ұйықтап жатады. Бірақ жанында құрбысы да жатады. Сонымен Брайан пышақ алып шығып бірінші Мэдисонды өлтіреді. Содан жанындағы құрбысы да кетеді. Шаруасын бітіріп астыға түсіп келе жатқанда, ояу жүрген тағы бір қызды байқап қалады. Және бам, ол қыз да көз жұмады. Астыңғы жақта бөлмеде тағы бір жігіт ұйықтап жатады. Брайан оған да тура солай жасайды. Сөйтіп Брайан ғимараттан шығады. Бірақ көрші бір қыз оның қалай шығып бара жатқанын көріп қояды. Ол машинасына отырып дым болмағанда кетіп қалады. Қылмыс жасалған адамдарға Брайанның қатысы жоқ және бетінде маскада болды. Негізі ешкім таба алмау керек болатын. Сөйтіп полиция тергеуді бастайды. Оларда тек ақ Hyundai Elantra мен маска киген адам ғана туралы дерек болды. Бірақ олар қылмыс орнынан пышақтың қабын тауып алады. Брайан кетіп бара жатып түсіріп алған есінде жоқ болар. Полиция табылған заттың ДНК тестін жасайды. Бірақ анықталған ДНК кімдікі екені белгісіз болып шығады. Яғни базада тіркелмеген. Бұл уақытта Брайан барлық үйді жуып шығады, көлігін тазалайды. Жалпы ешқандай дәлел қалмайтын еткісі келеді. Полиция камералар арқылы ақ Hyundai жүрген Брайанды табады. Бірақ оларда дәлел жоқ. Мүмкін жай өтіп бара жатты ма, кім біледі. Ал Брайан мінсіз қылмыс жасадым деп мәз болып жүреді. Бірақ полиция ФБРмен бірігіп жоспар құрады. Олар жасырын түрде Брайанның ата-анасы тұратын үйге барады. Сөйтіп қоқыстың арасынан құлақ тазалағыш тауып алады. Табылған затты лабораторияға өткізеді. Тексеріп келгенде ДНК-лары 100% сәйкес келеді. Және бам, Брайан ұсталынады. Бұл қылмыс орнынан түсірілген сурет. Сот шешімі Брайанды өмір бақилық бас бостандығынан айыру болды. Менің бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.